Алтын Орда мемлекеті Еуразия құрлығының біраз бөлігін иемденген ірі империя. Алтын Орданың қарамағына қазіргі Ресей, Украина, Қазақстан сияқты елдердің аумақтары қарады. Осы себепті Алтын Орданың бүгінгі күндегі заңды мұрагері кім деген сұрақтар жиі қойылады. Осы тақырыпта әңгіме қозғалғанда татар, қазақ, өзбек, башқұрт, ноғай сияқты халықтардың арасында талас-тартыстың болатындығы жасырын емес. Расымен де Алтын Орданың мұрагері кім? Алтын Орда мұрагерлерінің ішіндегі ең ғұмыры қысқа мемлекет. Негізін Әбілқайыр Шибани қалаған. 1428 жылы Ақ Орда ханы әрі Жәнібек ханның әкесі Барақ хан қаза болғаннан кейін Ақ Орданың тағын иемденіп алған Әбілқайыр 40 жылдай билік құрады. Әбілқайыр хан қайтыс болғаннан кейін Ақ Орданың соңғы ханы Барақтың заңды мұрагері Жәнібек немере ағасы Кереймен бірге Әбілқайыр хандығын басып алады. Осыдан кейін хандық өмір сүруін тоқтатты. Үлкен Орда мемлекеті Алтын Орданың нағыз мұрагерлерінің бірі. Себебі Үлкен Орда мемлекеті Алтын Ордадан Қырым, Қажы-Тархан, Ноғай ордалары сияқты мемлекеттердің бөлінуінен пайда болды. Хандық 70 жылдай өмір сүрді. 16 ғасырдың ортасында көршілес елдердің қысымына шыдай алмаған Үлкен Орда мемлекеті ақыр соңында құлдырады. Аумағының біраз бөлігі Қырым хандығына, біраз бөлігі Орыс патшалығының иелігіне өтті. Қажы-Тархан хандығы. Үлкен Орданың ханы болған Махмұд 1460 жылы інісі Ахматтан жеңіліс тапқаннан кейін Қажы-Тархан қаласына келіп, өзінің хандығын құрады. Алтын Орданың басқа қалдықтары сияқты Орыс патшалығына тегеурінді қарсылық көрсеткенімен, ақыр соңында 1556 жылы Ресейдің құрамына енді. Қазан хандығы. 1438 жылы Ұлық Мұхаммед Қазан хандығының негізін қалады. Қазан хандығының Орыс патшалығымен ара қатынасы шиеленісті болды. Әсіресе 16 ғасырда Мәскеу мен Қазан арасында әскери қақтығыстар үнемі болып тұрды. Нәтижесінде 1552 жылы қаһарлы Иван Қазан хандығын жаулап алып, оның аумағын Орыс патшалығына қосып алды. Ноғай ордасы 200 жылдай өмір сүрді. Алтын Орданың өзге мұрагерлері сияқты Ноғай ордасында да үнемі өзара қан төгіс болып тұрды. Нәтижесінде орда азаматтық соғысқа тап болып, екіге бөлінді. Бір бөлігі Мәскеуге қосылуды жақтаса, ал екінші бөлігі оған қарсы болды. Сыртқы және ішкі жаулармен арпалысқан Ноғай ордасы ақыры құлап тынды. 1520 жылы Қазақ ханы Қасым Ноғай ордасының астанасы Сарайшық қаласын басып алып, орданың шығыс бөлігін Қазақ хандығының құрамына енгізді. Ноғай ордасының құрамындағы тайпалар Қазақтың кіші жүзінің негізін салды. Қасым хандығы Орыс патшалығының вассалитетіндегі мемлекет. Хандықтың билеушілерін Мәскеу тағайындап отырған. Қасым хандығының аты Қасым болғанымен, оның қазақтарға еш қатысы жоқ. Дегенмен де Қасым хандығында қазақтарда билік еткен. 1587 жылы Қазақ ханы Шығайдың немересі Ораз Мұхаммед Сұлтан аң аулап жүріп, орыстардың қолына тұтқынға түседі. 1590-1595 жылдары Ораз Мұхаммед Сұлтан швед-түрік соғыстарына қатысады. 1598 жылы Қырым татарларына қарсы жорыққа қатысады. Ал 1600 жылы Борис Годунов Ораз Мұхаммедті Қасым хандығының ханы етіп тағайындады. Қасым хандығы 1681 жылы өмір сүруін тоқтатты. Ал келесі аты аталатын мемлекеттер Алтын Орда мұрагерлерінің ішіндегі ең ғұмыры ұзақ болған мемлекеттер. Қырым хандығы. Өзге бауырлас хандықтарға қарағанда ұзақ өмір сүрді, әрі Орыс патшалығына бірден беріле қоймады. Хандықтың аумағы қазіргі Украина мен Ресейдің оңтүстік аудандарын алып жатты. Орталығы Бақшасарай қаласы. Хандық әлсірей бастағаннан кейін Осман империясының протектораттығын қабылдайды. Жүздеген жылдар бойы Қырым хандығы Речь Посполита мен Орыс патшалығының жүйкесін жұқартты. Қырым татарлары Орыс патшалығының шекарасына үнемі шабуыл жасап, орыс, украин, поляктарды Осман империясына құлдыққа сатып отырды. Қырым хандығы орыс-түрік соғыстарының барлығына қатысты. Осман империясы әлсірей бастағаннан кейін Қырым хандығын жөнді қорғай алмады. Нәтижесінде Қырым Орыс патшалығының тәуелділігіне түсіп, ақыр соңында Ресейдің құрамына енді. Қазақ хандығы. 1465 жылы Керей мен Жәнібек сұлтандар Моғолстан жеріне келіп, өз хандықтарын құрды. Біраз уақыттан кейін Керей мен Жәнібек Әбілқайыр ханның өлімін пайдаланып, бұрынғы Ақ Орда жерлерін қайтарады. Кейінгі Қасым ханның тұсында Қазақ хандығы орталық Азиядағы ең мықты хандықтардың қатарына енді. Дегенмен де Қасым хан қайтыс болғаннан кейін
қазақ хандығында азаматтық соғыс орын алып, ел әлсірей бастайды. 400 жылдай өмір сүрген қазақ хандығы өз тарихында көптеген аласапыранды бастан кешті. 18 ғасырдың басында руаралық қақтығыстар мен хандардың жеке билікке ұмтылуының нәтижесінде қазақ хандығы үш ордаға бөлінеді. Көршілес елдердің қысымының нәтижесінде үш орда кезекпен-кезек Ресей протектораттығын қабылдап, кейіннен Ресейдің құрамына енді. Осылайша Алтын Орданың ең соңғы мұрагері өмір сүруін тоқтатты. Ал Ресейге келер болсақ, көптеген тарихшылар Ресейді Алтын Орданың мұрагері деп санайды. Олардың олай ойлайтын себебі Ресейдің қазіргі территориясы бұрынғы Алтын Орданың жерлерін алып жатыр. Дегенмен де Алтын Орданың аумағы ешқашанда Ресейге мұраға қалған емес. Ресей Алтын Орданың қалдықтарын басып алып, өзінің иелігіне қосты. Яғни мұрагерлік жайлы сөз қозғаудың өзі артық. Мәскеу ордаға салық төлегенмен, оның құрамында толыққанды болған жоқ. Осымен видео өз мәресіне жетті. Лайк басып арнаға жазылыңыз. Видеомен бөлісіңіз. Келесі видеоны күтіңіз.